Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай картоп пен ірімшік аралас картопельный таяқша дайындаймын. Оған әуелі картопымды мен пісіріп, шаншықпен езіп алдым. Енді оған бір сарымсағымызды өткіземіз үткіштен. Дәміне қарай салып жатырмын. Ірімшігімді өткізіп үткіштен. Мен 3 дана картоптан дайындаймын. Картоп пен ірімшік тек қана болды. Осылардан дайындайтын картоп таяқшалары өткізіп болдым. Осыны енді картоптың үстіне салып, әбден араластырамыз. Енді осыған тұзымызды, бұрышымызды саламыз. Менде жүгері крахмалы 2-3 қасық осыдан саламын. Жүгері крахмалынан. Сонда күтірлеген дәмі күшті болып шығады. Бұрышым, тұзым салып, осыларды енді бәрін әбден араластырамыз. Аскөк салуға болады, болгар бұрышын салуға болады. Әркімнің өз қалауы. Осылай етіп басып аламыз, әбден бәрін бір-біріне бірі біріктіріп аламыз. Не болды? Осыны енді 2 бөлшекке бөліп аламын. Жасай қоюға ыңғайлы қылдырып. Осындай қолға жабысатындай жұмсақ болып шығады. Осыны енді өздерің формаларыңа салып, кесіп аласыздар. Осылай тегістеп алып, пышақтың көмегімен жайлап кесемін. Оған дейін майымызды қыздырып қоямыз. Қыздырған майға тек қуырып аламыз. Тез дайын болатын тамақ. Балдарға жақсы жеуге. Күтірлеген жақсы. Мен осындай болып дайындап алдым барлығын. Енді осыны қызып тұрған табамызға саламыз. Араларын ашып-ашып саламыз. Бір-біріне жабысып қалады. Осылай 2 шетін қызартып, тек қуырып аламыз. Аралары уже жабысып жатыр. Араларын ашып-ашып тұру керек. Бір-бірлеріне тегізбей. Осындай болып қызыл болып шығады. Осыны енді 2 бетін аударыстырып аламыз пісіріп. Бауырсақ пісіргендей етіп.
Енді піскен нелерімізді осылай салып аламыз майынан сорықтырып. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазып кетіңіздер, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Міне осындай болып картоп таяқшалары шығады. Міне сырты күтірлеген, күшті дәмді, жұмсақ. Сау болыңыздар, рахмет, баршаға ас болсын.